Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен 3 қана ингредиенттен жасалатын сигара бөректің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер лаваш, жұмыртқа және ірімшік. Ең алдымен дөңгелек пішіндегі лавашты 4-ге бөліп, оны тағы да ортасынан 2-ге бөлетін боламыз. Бізде осындай 3-бұрыш формасындағы лаваш шығу керек. Одан кейін ірімшігімізді бөліп шығамыз. Осындай ұзынша көлемде, осындай формада болуы тиіс. Ірімшіктің барлығын дәл осындай формада бөліп шығатын боламыз. Міне біздің ірімшігіміз осындай болып шықты. Енді осыны лавашқа орайтын боламыз. Әдетте лаваштың шет жағы қалыңдау болып келеді, сондықтан біз оны кесіп алып тастаймыз. Лаваштың ақ жақ бетін сыртына қаратып, ішіне ірімшік салып ораймыз. Ірімшікті лаваштың шетіне қарай орналастырып, 2 шетінен қайырып, орап шығамыз. Ең бастысы орағаннан кейін шетіндегі ең соңғы оралған бөлік астында тұруы қажет. Барлығында дәл осындай тәртіппен орап шығамыз. Жұмыртқамызды осылай араластырып аламыз да, осыған бөректерімізді салып, аунатып, майда қуыратын боламыз. Қызып тұрған табамызға шамалы май құйып, орташа отта бөректерімізді осылай жұмыртқаға аунатқан күйде қуыратын боламыз. Бөректердің бір жақ беті қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып қуырамыз. Бөректеріміз 2 жағынан қызарып дайын болғаннан кейін табадан аламыз. Қалған бөректерді де дәл осы тәртіппен жұмыртқаға малып, одан кейін майда қуыратын боламыз. Міне біздің бөректеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Таңғы асқа керемет идея. Іші осындай болып, ірімшігі созылып, осылай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Кәмшат, әлде алда көп рецепттер болады.